Сәлем, менің есімім Дархан, 2004 жылғы мезун. Қазір мен Mobilar атты жобаның жетекшісімін. Mobilar деген егер қысқаша айтатын болсақ, не екенін, ол модульді үйлер. Модульді үйлерді біз жасаймыз, өндіреміз және адамдарға сатамыз. Не айырмашылық десеңіздер, ол традиционное домостроение, яғни традиционная технология. Ол сіз бірінші жердің басында фундамент саласыз, сосын қабырғаларын көтересіз, шатырын саласыз. Солай болса, біз оның бәрін өндірісте цехте жасап, сіздің жеріңіздің басына үйде бөлшек ретінде алып келеміз. Сол бөлшек, сол модуль деп аталады. Сол үшін жалпы модульді үй салу деп аталады. Қазір солмен айналысамыз. Қазір Mobilar'ға 5 жыл болды, 5 жылдан асты. Негізі параллельно басқа бір жоба басталады. Сол темада, бірақ больше туризм, бизнеске өте жақын. Модульді отель, модульді гостиницалар саламыз. Осы Алматының төңірегінде бір жерді арендаға алып, сол жерге бірінші стартовый, тестовый үйлерді қоймақшымыз. Негізі әр этапта өзінің қиыншылықтары болды. Егер былай жалпы Mobilar жобасына келетін болсақ, ең басында бізде клиент табу қиын болды. Ол клиентті табуды үйрендік. Одан кейін адам табу қиын болды. Адам табу дегенде жұмыс істейтін, қолы иықтан өскен дейді ғой. Сондай жақсы жігіттерді табу бізге өте қиын болды. Оларды таптық, Құдайға шүкір, әлі де іздеп жүр негізі. Енді бірінші проблема кетті. Өйткені бізде мысалға ешқандай, Құдайға шүкір, жарнама ешнәрсе жоқ. Солсыз біз жарты жыл алдын ала заказдарымыз болады. Соны жасай береміз. Енді өндіріске қарайтын болсақ, ол жерде адам қол саны өте жетіспейді. Әрдайым жетіспейді. Мысалға бізде 10 адам аламыз, 15 адам аламыз. 15 адамды алсаң, ішінде бір 2-3 адам ғана қалады. Неге? Өйткені бізде құрылысқа ең соңында мысалға ешқандай вариант қалмаған кезде құрылысқа барып жұмыс істей салайын деп сөйтіп барады. Сол үшін бізде құрылыс мамандығы не ценится, бағаланбайды. Негізі жұмыстан бөлек қызығушылықтар баршылық өте көп. Стабильно болатын нәрсе ол бізде аптада бір рет, немесе 2 аптада бір рет жігіттермен жаңа CSGO деген ойын бар, соны ойнаймыз. Сол стабильно. Аптасына бір рет футбол. Қазір қызығушылықтардан жаңа қызығушылық өзіме ол балыққа бару. Өйткені кішкентай балам бар, сол өсіп қалды, оған қызық, сол бірге барып, тағы бір достарымыз бар, сынып достар. Одан бөлек қазір оверлендинг деген нәрсе бар. Ол джиптермен, подготовленный джиптер. Сонымен неше түрлі Қазақстанның, жалпы әлемнің түкпір-түкпіріне барасың да, машина жүре алмайтын жерге барасың.